Zombie apocalypse. Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге мен Нұртілеу шоу. Біз бүгін дуэл ойнайтын боламыз. Дуэл емес, басқа да раундтар ойнайтын боламыз. Короче, көреміз. Қазір біз дуэл классикта ойнап жатырмық. Біздің противнигіміз бір игрок етін. Короче, мен бүгінгі айтатыным, бүгін мен каналға ауылдастарды салдым. Каналдан өздеріңіз көбісі комментарий жазып кетті, ауылдастар Майнкрафт қайда деп. Енді соны айтатын боламын. Қазір енді біз закупаться етіп тезірек центрға бару керек. Блок центрға жетеді, бірақ арғы командаға жетпеуі мүмкін. Так что центрдан золото алып қайтамыз. Короче, ауылдастар салған себебімді айтайын. Бірінші себеп, мен каналға өздеріңіз білесіздер, монетизация қосу үшін 4000 сағат просмотр керек. Ал мен каналымда вообще 100-ақ сағат просмотр жиналған. Соны енді мен басқа каналдарда монетизация қосып сатқым келген, енді басқа каналдарға новый телефон алу үшін. Сол каналда ауылдастарды салып қалған кезде менде қанша просмотр болған білесіз ба? Мысалы, мен қазақша Free Fire'ға салдым, бірақ ол видеоны сразу заблокировать еткен соң қазақша Free Fire'да жиналмады. Содан кейін мен Dingo Gamer дейтін каналым бар. Ол каналға салдым. Қазір аты өзгеріп кетті, Прикол TV дейді. Сол каналға салдым. Сол каналда вообще суббота күні салғам, понедельник күні қарасам уже 16 000 просмотр. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, ол деген бір қанша почти менде қазір 2000 сағат просмотр болып қалды. Сондай уақытта, и то ол жерде 300 подписчик етін. Ал қазір ол каналда дәл қазіргі уақытта 500 подписчик, яғни ол бір видеодан қаншама подписчик қосып, қаншама просмотр жинады. Мен каналымда қарасаңыздар, қанша күн болды уже, вообще активі да аз. Видеоларды өздеріңіз қарап көріңіздер, қазір қанша просмотр жинап жатыр. И мен каналымда қанша подписчик бар. И то мен ол видео ауылдастар салғаннан кейін подписчигім да көбейді. Менде 525 па сондай етін. Бәрі отписка жасап жатқан етін. Видео салған соң қазір қарап көріңіздер қанша екен. Кәдімгідей подписчик көбейген соң мен екінші серия салғым келді, бірақ оны сендерге қазір осындай видео түсірмей салатын болсам, сендер отписка жасайсыңдар ма деп қорықтым. Так что қазір видео түсіріп жатырмын. Енді менде қазір қанша сағат екен білмеймін осы каналда. Бірақ тағы да салатын болам. Ауылдастарды ескертіп айтып қойын, тағы да салам. Если ол ауылдастар сіздерге ұнамайтын болса, ол видеоны көрмей-ақ қойыңыз. Сіздерге айтарым, просто ол видеоны көрмей-ақ қойыңыз. Өйткені маған да просмотр керек, и то каналда енді просмотр актив аз болған соң сондай жинау керек қой, хайп етеді керек. Бірақ мен Майнкрафттан қалай хайп ететінін түсінбей қойдым. Бәрі конфликтпен хайп ететіп жатыр ма? Или AirPod түсіріп жатыр. Мен AirPod түсірдім, ол да хайп етпеді. Вообще конфликтпен ғана не істеп жатыр, көтеріліп жатыр. Ал мен болсам ешкіммен конфликт болғым келмейді. Сол үшін мен дамымай жатырмын ба? Короче, бір бәле. Мен тек ақшаға дамыдым, осы 500 подписчикке. Ақшаға дамыдым. Мен спонсор алдым, 2 каналдан ба, 3 каналдан ба спонсор алдым. Соның арқасында дамып келе жатырмын. 500 подписчикке, соның арқасында, енді бәрі 500 подписчиктің бүкіл емес, соның арқасында. Короче, тиммейт АФК екен, астына трамплин қойып жүріп жіберейік, сосын тролльт етіп отырамыз. Короче, ақшадан дамыған. Ал қазір мен ауылдастар тағы басқа серияларын салып сөйтіп жүрсем, ол уже белгілі болып тұр. Ол дегеніміз, яғни мен подписчик қосып алам деген сөз. Мен солай 1000 подписчикке және 4000 сағат просмотрға жеткім келеді. Соған жеткенше мен ауылдастарды салам. Сіздерге айтып қойын, ауылдастарды салам. Көрсеңіздер, көріңіздер, негізі қызық, өзімде көргем, кәдімгідей қызық болды. Тағы, короче, айтарым, тағы салатын болам, оған ренжімеңіздер енді. Отписка жасамаңыздар. Майнкрафттан да видео салатын болам, просто Майнкрафтқа салайын десем, вообще идея жоқ. Сіздерден қарап көрсеңіздер, соңғы 3-4 емес, 1-2 видео деп айтайын енді. 1-2 видеода мен сіздерге не сұрағым, қандай видео түсірсем болады деп, типа айтып кеттім да, комментарияға жазыңыздар деп. Қарап көрсем, ешкім ештеңке жазбайды. Просто бәрі топ деп қолдайды, енді оған да рахмет, бірақ вообще идея қалмады, менде не түсіретінін білмедім. Енді ана 16 000 просмотр деген
мен вообще жинамаған едім. Сол бірінші рет жинадым. Соған қызығып енді тағы да осы каналға да салып жіберген едім. Енді просмотр жинап жатыр екен деп. Короче, тимейді дейін деп жатырмын ғой. Короче, қарсыласымыз қазір шығып кетеді ғой деймін, пинға қатып қалды. Короче, сол тағы да салатын боламын. Бұған ренжімеңіздер, міне шығып кетті ғой. Короче, кеттік Skywars-қа ойнайық. Қазір Skywars-тан жалғасатын болады. Сіздерге 1 секунд, маған қанша уақыт екенін білмеймін. Короче, кеттік. Вот, міне біз Skywars-қа келдік. Короче, бағана теманы айттық, енді сол ауылдастарды салатын боламын. Одан қазір мен заблокировать етіп тастайды. Басқа бір авторский правосы бар. Если сіздер салғыларыңыз келсе, ВК-дан жазып алып сала беріңіздер. Айтайын, мен ВК-дан салып жатырмын. ВК видео деген приложениемен оны жазып алып, короче, сондай сөйтіп салып жатырмын. Өздеріңіз де салыңыздар, подписчиктарыңыз кәдімгідей көбейеді. Короче, солай. Қазір сіздер айтуыңыз мүмкін, неге басқа канал, новыйдан канал ашып салмайсың деуіңіз мүмкін. Мен новыйдан канал ашып салдым. Ол каналда бірақ просмотр вообще болмады. Тек өзім басқа аккаунттармен просмотр көрдім, подписка жасадым, солардан қалды. Бірақ енді бір 10 просмотрдай ма қосылды, кейін видеоны заблокировать етіп тастады. Яғни сенің каналыңда кәдімгідей 200-300 кішкене көп подписчик болмаса, ол уже рекомендацияға шықпайды екен. Короче, солай мен өзім де іздедім. Шықты, бірақ білмеймін, аз просмотр шықты дегенде заблокировать еткенше 2 сағат па шығып тұрды тексергенде. Қалған уақыттар уже шықпады. Короче, солай. Қалған уақыттары шықпады. Басқа каналда ашсам мен просмотр жинамайды. Сол себепті осы каналға салдым. Осы каналға өйтіп просмотр да жинап берді ол. Мен аты 4000 сағат просмотрды қай уақытта жинаймын. Короче, салғаныма ренжімеңіздер оны. Өздеріңізде салыңыздар, сөзде түсінерсіздер мені. Короче, бүгін айтайын дегенім осы, көбісі жазып енді комментарияға соны. Және мені үзбей көретін подписчиктерге рахмет. Әсіресе, короче, қазір экранға скрин қоям. Скрин деп ма, бірінші түсінмеппін ғой. Короче, мен ойында подписчиктарды көрем, олардың бүкілі койын сұрайды. Койын сұрайды. Мен оларға енді берем койын сұраған соң. Кейбіреулеріне бермеуім мүмкін, ол уақытта койын жоқ болса. Менде қазір iCustom'да койын қатты көп деп айтамаймын, сол себепті койын бердім. Айтпақшы, мен iCustom емес, қазір басқа Xbox аккаунт ашып алдым, X Нұртелеу Топпер 1 деп. Xbox аккаунт, iCustom'мен де ойнаймын, екеуімен жүрім. Кейін андай Xbox аккаунтқа элиминатор алып жатсам, өзім видеода айтам. Бағана айтарымды айтайын, яғни iCustom'да менде койын аз дедім. Бірақ беріп жатыр, мен сұрап жатса, енді қанша дегенмен подписчик менде ондай 20 мың, 10 мың көп емес. Бірақ мен үшін 500-дің өзі көп. Так, короче, бағана тема. Бүкіл менен койын сұрайды дейміз. Мен бір подписчикті көрдім. Қандай неге есімен шығып тұр. Қазір скрин менде қалса экранға қоятын болам. Короче, сол подписчик менен келді да скрин сұрады. Просто келді да менен скрин сұрады. Ол кезде мен досыммен ойнап жатқан едім, 8x2 режимінде досыммен ойнап жатқан, келді да менімен бірге болғысы кеп скрин сұрады. Койын сұраған жоқ, вообще койын сұраған жоқ. Келді да, сосын досым өтірік чатқа жазған ғой, скрин түсіп болған соң, заттарын бер деп жатыр деп, дискордпен ойнап жатқанбыз, заттарын бер деп жатыр деп чатқа жазған, сөйтеді да, анау шынымен заттарын беріп жатыр. Анау ойнап жатса шынымен беріп жатыр. Соған рахмет айтқым келіп тұр. Міне скрин бағана қойдым енді. Короче, сендер де, пожалуйста, койын сұрай бермеңдер. Скрин, менің бірінші скрин түскен адам сол болып, басқаларда койын сұрады, или вообще дым сұрамай жүре берді. Мен сен подписчикім болды, басқа дым емес. Қазір енді бағанағы каткадан победа алды, екінші каткамыз Skywars-тан. Лукпен бір рет атып тигіздік, 2 рет атып тигіздік. Мә 4 рет қатарынан тиді, өйтіп победа алдық. Короче, келесі катка. Міне, нау каткада бастадық. Короче, лаймовый краситель ма, не ол, видеоны артқа қарап қойып көріңіздер. Үшеу болып кетті. Еще 2 шанса деп.
бізге алмасный меч пен тотем түсі бұл скайварстағы ең керек зат. Бронияны білмеймін, бронияны қарамаймын да мен қарамай-ақ та қояйын. Короче, мынаған баратын боламыз, килл жасау керек. 5 минутте бітіп қойды уже. Так, былай блоктар қоямыз және мынаны бүйтіп ұшырып жібереміз. Болды. Ал енді мынау адамға атамыз. 4 қапсы қалды давай да. Ой, ама тигізіп үлгермедік. Әлі ойында 4 адам бар екен, иә. Қазір 5-еу 4-еу болып қалды. Так, мынаны бүйтіп экран дейін деп отырмын. Есік тұратын жерін, яғни алдын жауып мынандай шетке қойып алайық, мені ұшырып жібермес үшін. Осылай тығылып алатындар жек көремін тек. Тығылып алады да адамды ұшырып отырады. Так, айтпақшы бұл Skywars қой. Так, тез карта үйлерді бұзып не істеп кіріп кетейік. Так, төбесін бұзамыз. Менде балта бар, железі. Сонымен айбай басым. Не болды? Не жақтан шамай атыр, что-то басымнан шишка шығатын болды ғой. Короче, не жаққа тұрып көтеріле берейік. Не жақтан түсінбедім неге екенін. Короче, шығармай атыр. Так, анау қақты төбеге шығып кетеді ғой. Машина төбесіне шығып кеткен ба? Не жақтан шығып кеткен болып тұр осында. Так, мынау жолын бұзып тастайық. Не жақты көрейік. Міне неге көрінді? Ай арам. Тотемі бар екен, қазір алып тастаймыз. Короче, достар, осы ойын жеңдік. Айтарым осы. Бәріңе давайте.